әуезді емес, не мелодичные мелодии петь сложнее. Қаракесектің әндері, мысалы Қайрат Нұртастың енді ол диапазонына байланысты деп айтуыңыз мүмкін. Бәрі, конечно, он диапазон. Я понимаю, но мелодичная мелодияны айту оңайырақ. Өзіңмен ара оңай келеді. Мына мысалы өте қиын, дегенді өте қиын. Қазіргі әндерді орындау қиын. Диапазоны кең болмаса да, бірақ ритмикалық жүйесі өте андай бір орында тұрмайды да, билету үшін. Сол себепті мен кейбір кезде таңғаламын, қалай айтып шыққан деп. Көп жағдайда Калифорния, мне кажется, тірі дауыста айтады. Қателеспесем, прям замандаста айтқаным мысалы маған өте қатты ұнады. Жаңа краскілер де түсіп алған, это вообще топ болды. Мен қайта көріп видеоны ырза болып отырмын ғой. Астында бірақ хейт кетіп жатты. 100-ден 99-ына кісін мына братқа айта салу керек. Қасында адамдар жоқ па, әнші болмай қой деп айтатын деп. Негізі ол наоборот күшті, бірінші аккордынан білді түспеген тік көтерді, и ровно түсіп кетті. Күшті. Музыканттар басқаша бағалайтын болып тұр ғой. Иә. Жақсы. Сәлем достар, бұл біздің подкаст. Бүгінгі қонағымыз музыкатанушы Балнұр Сардарбек. Балнұр ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Сізге келгеніңізге рахмет. Музыка деген бізге бір құпия әлем ғой негізінен. Сондықтан тарихынан бастайық. Музыка қашан, қалай пайда болды және ол адамзатқа не береді? Негізі музыка адамзат баласы осы жер бетіне түскеннен бастап бар деп айта аламын. Не үшін? Өйткені музыка не ол? Ол дыбыс емес па? Дыбыс ол біздің адамдардың бір-бірімен араласатын, сөйлесетін бірден бір құралы болған. Сол себепті музыканың түпкі тарихы сонау адамзат баласы қалай бұл жер бетіне түсті, қалай басталды осы жердегі өмір, солмен бірге музыкада басталды деп айта аламыз. Өйткені айтады, шырылдап өмірге келесің деп. Негізі адамның сөйлеуінде де, интонацияда да биіктік бар. Сіздің де сіз де сөйлеп, сіз ойлауыңыз мүмкін, мен сөйлеп жатырмын, бірақ мен ешқандай биіктікті алып тұрған жоқпын деп. Негізі әр адамның өзінің тональдігі болады тіпті. Сол себепті адамның сөйлеу барысында ымдап болсын, енді ол кезде адамдар бір-бірімен тіл болған жоқ, ымдап сөйлесті ғой. Сол кезде менің ойымша музыка әуезді ән болып әлі қалыптаспаса да, бірақ дегенмен адамның өмірінде үлкен рөл атқаратын бірден бір құрал болды деп ойлаймын. Одан кейін орта ғасырларда музыканы нақтылаған Гвидо Дореццо деп үйретеді бізді. Гвидо Дореццо деген кісі музыкаға нота сыйлады, биіктік сыйлады. Себебі шіркеумен тығыз байланысты болды ғой ол кездегі музыка. Музыканттардың бәрін басын жинап, мына нотаны аламыз, айтамыз деген кезде әркімнің досы әр жақта шашылып кетеді. Сол себепті бәрінің басын жинап, негізгі ноталардың, былайша айтқанда, музыка теориясының негізін қалаушы бірінші нотаны алып шыққан Гвидо Дореццо деген орта ғасырдағы сол кісінің арқасында. Ол бірден 5 сызықты сызып, мынау до, мынау си деп бәрін атаған жоқ. Бірінші, мысалы, до, ре, ми, фа, сольға дейін болды, 3 сызық болды, одан кейін 4-ші сызықты қосу керек болды, өйткені аз болып қалды деген сияқты. Одан кейін 5-ші сызық қосылды, қосымша сызықтар бар. Негізгі 5 сызық бар ғой, оның қасында кішкентай қосымша сызықтар саны өте көп. Солай биіктікті атады. Сол себепті негізі музыка екі түрге бөлінеді. Биіктігі жоқ музыка, шумная музыка деп айтады. Тарсыл, гүрсіл, машинаның сигналы, айқай, шу, ұрыс, заттың жерге түсу, осы музыка. Бұл музыканы біз нотаға түсіре алмаймыз, өкінішке орай. Бірақ дегенмен шамамен бір тональдігін, биіктігін анықтаса болады шығар, бірақ ол очень относительно болады. Әркім өзі пайымдауы мүмкін. Мелодия, музыка кез келген адамның ән болады-ау деп айтқан әні, ол биіктігі бар. Оны фортепианода отырып, мысалы сіз кез келген әнді айтсаңыз, мен соны биіктікке салып, биіктігін анықтап, нотаға салам, сол мелодия болып табылады. Ал бүкіл шумгамдар, олар оның биіктігі жоқ. Сол себепті олар биіктігі жоқ, музыкаға аса қатысы жоқ музыка бағыты деп айтсақ болады. Бірақ дегенмен, знаете, бір мынандай нәрсе бар да, машинаның сигналы негізі, енді музыканттар қазір қолдайды деген ойдамын, мажор үлкейтілген аккордпен, қазір мен үлкейтілген аккордты алсам,
музыканттардың құлағына алтын сырға, көбісі бұны білмейді. До, ми, соль диезді ойнасаңыздар, до, ми, соль диезді қатарынан өтсе диссонансты аккорд қой, соны ойнасаңыздар, машинаның қай маркасы екенін білмеймін, енді Тойотанікі шығар, қазақтардың ең жақсы көретін, соның сигналын беруге тырысады. Опять-таки точно береді деп айта алмаймыз, бірақ тырысады. Біз солай нелерді, интервалдарды жаттайтын тұғынбыз. Мысалы, кварта деген интервал бар, ол кез келген елдің, мемлекеттің гимні квартадан басталады. Алтын күн аспаны, Россияда да деген кварта, иә, сол сияқты кез келген интервалдардың өзінің бір өмірден алынатын тұсы бар да. Сондықтан ол да бір қызық дүние. Мысалы, менде кішкентай кезімде анам мен фортепиано ойнап отқанда анам залда шаң сорғышпен тазалап жатты. Енді бұл жақта неғып сен фортепиано ойнап отырсың, неғып анаңа көмектеспедің деп сөкпей ақ қойыңыздар. Сол кезде деп тұр да, соны фортепиано так мына ұзақтық биіктік қайда деп тапқаным есімде. Әлі екінші октаваның ми бемоль дыбысы болған. Бірақ это не значит, что все пылесосы имеют высоту деген сөз емес. Менің үйімдегі пылесосым ми бемоль болуы мүмкін, сіздікінде биіктік болмауы мүмкін, түсініксіз болуы мүмкін. А басқа адамның үйінде мысалы екінші октаваның солі болуы мүмкін. Ол да шумные звукидің да қызықты тұстары өте көп. Екінші сұрағыңыз қандай еді? Не үшін музыка маңызды? Маңыздылығы өте зор деп айтатыным, енді рухани баю береді десем андай болып кетеді, андай шаблонный сөздерді рухани баю береді. Музыкасы өмір сүрсе болады. Ешкім өліп қалмайды, бәрі нормально. Бірақ біздің это неотъемлемая часть нашей жизни деп айтып жатады. Неге? Өйткені біз қазір мен музыка тыңдамаймын деп шешім қабылдап, мүлдем музыка тыңдамасақ та біз музыка тыңдаймыз. Неге? Жедел сатыға міндік, лифтке шықтық, тыңдың. Биіктігі бар. Мен үйдегі лифтқа мініп шыққан сайын ойлаймын, қазір үйге барып осын түсіріп көрейінші деп ұмытып кете беріп, тың кетті. Одан кейін TikTok кірдік, жарнама болып жатыр, фонда музыка бар. Тыңдамайын десең де, қазіргі таңда осындай диджитал заманында міндетті түрде барлық жерде ол болады. Тіпті құлақ қап тыңдап күнде тыңдамайын, болды миымды демалдырам деген күннің өзінде күнделікті қолданыста өте көп кездесетін сала деп айтсам болады. Ал адамзатқа не береді? Жанының рахаттануына, тыныштық, ләззат алуына, миының бәсеңдеуіне, өйткені мида өте көп информация аламыз ғой бір күнде. Медитациялардың да фонында өте күшті әдемі әуен болып жатады. Тыңдамаймын десек те біз өкінішке орай музыканың прям қоршауында орналасқанбыз. Түсінікті. Жаңа бірінші сұрақтан туындап тұр. Сіз айттыңыз ғой, кейбір дауыстарды табиғаттағы бере алмаймыз деген сияқты. Иә. Себебі мысалы орта ғасырда неше жаңа ноталар қалыптасты, 5 сызық, 7 нота. Мысалы одан кейінгі кезеңдерде неге қосылмайды тағы бір сызық, мысалы тағы бір нота, кішкентай жаңа диездерді белгілейтін ноталардан бөлек, сызықтардан бөлек. Осы орайда зерттеушілер мысалы бар ғой, зерттеушілер сонда немен айналысады қазір? Олар дайын нәрселерді, мелодияларды, әуенді зерттей ме, әлде жаңашылдық әкеліп тағы бір мысалы неге нота қоспай? Бессмысленно деп айтсам болады ма? Өйткені міне қараңыздар, енді кімнен негізі классикалық академиялық, бұл жерде үлкен бір точкасын осы жерде қойса болатын шығар, академиялық музыка деп атаймыз. Себебі классикалық музыка это очень андай былай көлемді нәрсе да, өйткені Бони М классика ма? Классика. Не знаю, Элтон Джон классика ма? Классика. Магомаев классика ма? Классика. Енді қараңыз, Бах классика ма? Классика. Бәрі бір салаға кіріп кетеді. Сол себепті академиялық музыка. Академиялық музыка бүкіл музыканың негізінің басында тұр ғой. А ол негізі оның құдайы, былайша айтқанда, ол Йоганн Себастьян Бах. Сол кісі бүкіл нәрсені шарықтау шегіне жеткізіп базаны қойып кеткен сол кісі. Бірақ ол ондай нәрсе істеп кеттім деп ойлаған жоқ. Ол жай әшейін шығармаларын шығарды да, өмірінің соңында бала шағасын өсірді, үйтті ауырып қайтыс болды. Сөйтті да жылдар өткен сайын музыканттар біз енді ойнай бастадық, жылдар өтті, басқа композиторлар пайда болды, одан да танымал композиторлар пайда болды, бірақ бәріміздің базамыздың қалыптастыруына себеп болған Йоганн Себастьян Бах. Ол 17-ші ғасырдың тумасы. Енді сіздің сұрағыңызға нақтырақ жауап беретін болсам, неге жаңа музыкатанушылар, композиторлар жаңа сызық, жаңа нота қоспайды? Өйткені биіктік бүкіл
жер бетіндегі кеңістіктегі бүкіл ноталар өз биіктігін алып қойды осы уақытқа дейін. Жаңа биіктік сіз бергенімен оның басқаша аталуы болып тұрады бәрібір. Сіз мысалы дерекші си бемоль бар, мысалы си ред деген бір дыбыс тауып алдым, бұл бар деп сіз дәлелдейсіз ғой музыканттардың алдында. Музыканттар айтады, былай, бұл негізі сіздің айтып жатқан си редіңіз, мысалы, ол до дыбысы. Или до диезді, ол бар, сіз просто аталуын өзгерттіңіз дейді, түсініңіз ба? Бұл кеңістікте жер бетіндегі бүкіл дыбыстар өз орнын тауып қойған. Жаңа дыбыс бессмысленно создавать. Бірақ бізде қазір 20 ғасырда классикалық, академиялық музыка бар ғой. Академиялық музыка өзінің дамуын алып келді, жанрлар, фортепианалық шығармалар, опералар болды, сосын өзі жеке дараланды, бөлінді, эстрада пайда болды, үйтті-бүйтті. Сол кезде академиялық музыкада 20 ғасырдан бастап негізі бір түрлі құбылыстар пайда бола бастады. Өйткені адамдар негізі музыка әлемі кез келген, сіз қазір кез келген шығарманы маған қойсаңыз, менде фортепиано болса, оның тональдігін анықтаймын. Кез келген шығарма 24 қана тональдік бар әлем бойынша. Америкада да сол, Қазақстанда да сол, Шымкентте де сол, Мәскеуде де сол 24 тональдік бар. Сол 24 тональдікте жазылған кез келген шығарма. Одан асып кете алмайды, одан аз болмайды, көп те болмайды. 24 тональность бар. Енді академиялық музыканттар симфонияда жазды, бәрін жазды, көрерменді таңғалдыру керек. Біз даму үстіндеміз, иә. Атональды музыкалар шығарды. Атональды деген тональдіктен біз бас тартамыз. Бізге керек емес, тональдік деген жоқ. Тональдік деген орта бір опорасы болады. Кез келген музыканың мысалы негізгі опорасы болады. Сіз қазір ән шығарып берсеңіз маған, мен соның негізгі дыбысын білдіремін. Мысалы ре мажор тональдігінде сіз ән шығарсаңыз, негізгі дыбысы ре болады. Басты дыбысы ре болады. Реден басталып, реден аяқталады. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да. Сіз айтыңыз, жоқ, мен бұл әнді ля мажорда жазам дейсіз. Тура сол система қалады. Лядан бастайсыз ба, лядан аяқталасыз, Енді композиторлар өзінің шарықтау шегіне жеткен кезде құрсын, мына халықты таңғалдыру керек деп, Шнитке бар, өте көп Гершвин деген композиторлар бар. Олар стандарттың бәрін жойды. Олар атональды музыка шығара бастады. Атональды деген музыка негізгі дыбыс бар ғой, жаңа ре, ля деген, оның бәрінен біз бас тартамыз. Болды, біз шаршадық. Музыкада тональность болмайды. А кто мне что сделает деген сияқты. Оны бірақ қолдайтындар да бар, қолдамайтындар да бар. Сіз оны тыңдасаңыз, біртүрлі сезімде болуыңыз мүмкін. Ол своего рода черный квадрат Малевича сияқты музыкада, өйткені себебі ода тональность жоқ. Тональность жоқ нәрсе, ол всегда дисфункция, құлағымызға түрпідей естіледі да. Өйткені дыбыстарда биіктігі жоқ. Фортепианоға отырады орындаушы. Сіз Шопенді күтесіз ба? Жоқ, Шопен болмайды. Шопен бәрі түсінікті, тональдісте жазылған, бәрі андай консервативная музыка болып қалады да. Сөйтеді да, ол кісі алады да. Дейді болды. Тыныштықта біраз отырады. Сөйтеді да, мысалы, стакандағы суды екінші стаканға ауыстырады, болды. Тыныштықта отырады. Зал үндемей әлі отырсын, тұрады да бір кезде анау фортепианоның артында струны бар ғой, соған мысалы фольга бар ғой, соны төсегенде соны бүйтіп қолмен алып шығады. Деп болды. Сөйтіп қайттан барып отырады. Осы атональды музыка деп теріп зерттеп көрсеңіз, көп адам түсіне бермейді, бірақ бұл да қалыпты жағдай сияқты. Неге? Өйткені біз симфонияны мынандай бөлікпен, соната симфония, енді ән жазамыз, әннің қайырмасы деген болды ғой, бұның бәрін шығарды. Кез келген композитор ізденісте болу керек қой. Сол ізденіс атональды музыкаға алып келді. Енді көрермендер таңғалып жатқан шығар. Егер іздеп көрсеңіздер, енді таңғаласыздар. Шнитке деген композитордың шығармашылығын зерттеп көрсеңіздер, атональды музыканы зерттеп көрсеңіз, сол кезде сезесіздер, біздің пространство мида қойған границаның бәрін сызып өшіріп тастаған композиторлар бар екеніне. Түсінікті. Атональды музыка дегенді білмейді екенмін шынымен де, бірақ одан да бұрын мысалы классика туралы сұрағым келіп тұр да. Сіз жаңа академиялық классика деп бөлінеді дедіңіз. Оның өкілдері Моцарт, қателеспесем, Бах, Бетховен деген сияқты. Бірақ неге осы классикалық музыканың аудиториясы аз? Аудиториясы аз, әсіресе бізде деп айтар едім. Өйткені қызық емес, бір түрлі, онша емес, өтпейді, билей алмайсың, тойда айта алмайсың. Мен негізі мынандай адамдар академиялық консервативный ойдан бөлек адам. Мен әрдайым бүйтіп ойлаймын да,
мен музыкалық колледжде оқып жүрген кезде Моцарттың бір есімде жоқ қай сонатасын ойнап отырдым. Күніне ойнаймын, тоқпақтап ойнап жатырмын. Сосын туған әпкем мен бөлмеме кіріп қалды, сосын айтты, не шығарма ойнап жатсың деді. Классикалық музыка әлемінде тәрбиелеп жатқан үлкен әпкем, мысалы менің ата-анам музыкант, иә, кішкентай кезінен естіп жүрген, сол кісінің өзі бүйтіп айтты. Сол кезде мен ойландым ғой, сыртқы көзқарасты ойладым да, сырттан ести бастадым Моцарт. Сол кезде айтты, не шығарма бұл деді. Сосын мен мынандай болдым да, енді мен ол кезде 16-18-де Моцарт қой деп айтқан кезінде, қалай сен не шығарма, это Моцарт деп. Сосын бірде шығып кетті. Біраздан кейін енді келесі ойына ана импульс кетіп қалды. Бір кезде сыртқы көзқараспен, балнұр ретінде емес, мүлдем музыкалық білімі жоқ, кәдімгі қарапайым шәмшінің әндерімен өскен, немесе қалай айтсам болады, кәдімгі қарапайым эстраданы тыңдап өскен әнші, немесе мүлдем музыка тыңдамай өскен адам ретінде тыңдап қарасам, шын мәнінде Моцарттың шығармашылығы жаман жақсы деген баға бермейміз. Кішкентай балаға арналған шығарма сияқты. Өйткені фаршлаг деген нәрсе көп та. Мен сосын ойладым, бұл да бір басқаша әсер етеді екен ғой. Тіпті көп кітап оқып жүріп, классикалық музыка көп тыңдап жүрген адамдардың өзіне де өтпеу қалуы мүмкін да, Моцарттың өзі. Сол себепті мен консервативный ойдан алшақтауым. Мен басында сөйтіп жүрдім, қалай, бұл Бетховен ғой деп. Жоқ, бір түрлі шығармалар действительно өтпеуі мүмкін, шын мәнінде. Өйткені қарапайым халыққа, мысалы, маған да кейбір кезде бір кезеңдер болды да, мен сол 20 жасқа дейін той әндеріне қарсы болып, мынаны тыңдау керек, мынаны тыңдамау керек, мынаны тыңдағандар күшті, мынаның интеллекті жоғары деп бөліп кеткен кезеңдерім болды да. Сосын бір күні басыла бастадым, неге біз не үшін ондай баға береміз? Шын мәнінде ипотека өте жоғары, осындай тез жылдам ритмді өмірде неге біз талап етеміз адамдардың классиканы тыңдауды? Классика шаршатыңқырайды, сен жалықтырады, шын мәнінде сен расслабиться ете алмайсың. Ете аласың. Қазір мен профессорлар айтты, қалай расслабиться? Ең күшті. Просто дело в том, что классикалық музыка қатты толғандырып жүреді мына жерді. Фонда қойып, қамыр жая алмайсың. Өйткені сені, бір отырған кеп, одан кейін андай бір қатты мұңға да батқызып жіберуі мүмкін. Сол себепті негізі психологияда былай айтады, классикалық музыканы нельзя слушать за рулем. Өйткені көлік қатты елтіп алып кетуі мүмкін. Мысалы, Вивальдидің времена годасын тыңдап көрсеңіз, анандай да, мысалы, фонда, мысалы, бүйтіп ойнап жүріп, ананы қоя салайын деген болмайды. Өйткені сен анау алып кете береді да, немесе әсер етпеуі де мүмкін. Это тоже нормально. Ол адамның несі емес, бір интеллектісін төмендеу емес. Жүрекке әсер ете алды, әсер ете алмады. Өте абстрактный нәрсе, біреуге өтті, өтпеді. Сол себепті менің ойымша, Қазақстанда әсіресе, біз Қазақстан туралы айтсақ, шын мәнінде классикалық музыканы тыңдаушылар аз бол. Не себептен? Өйткені көп адамға өтпейді. Өтпейтіні рас. Бірақ соны өткізетіндей істесе болады. Әрдайым айтам. Неге біз Астана операға адамдар аз келеді деп жатамыз? Неге коллаб жасамаймыз? Неге біз Жанабылов, Қайрат Нұртасқа мысалы бір операдағы арияны беріп қоймаймыз? Ерке Есмахан қыздардың арасында өте танымал. Сол кісіні мысалы Қыз жібектің рөлін бермейміз деген сияқты. Сөйтіп коллаб жасалса, көбірек адамдар келетін еді. Бірақ өкінішке орай бізде кешірім сұраймын үлкен профессор, педагог, мұғалімдерден, өте консервативті ойлаймыз. Біз жоқ, ол аудитория маған керек емес деп жақында мен бір жақын адаммен өте қатты дискуссияға түстім. Мен айттым, неге Қайрат Нұртасты Астана операға бір күніне келіп, олай керек емес. Бір 3-4 айда бір сезон сайын келіп, мысалы подписчиктармен, өзінің жанкүйерлерімен кездеседі, Астана операға келеді, қазақтың бір операсын бірге отырып көреді, шығады, суретке түседі, тарқайды. Сондай бір ұйымдастырмасқа десем, жоқ, оның аудиториясының интеллектісі төмен, ол аудиторияны біз ондай биік дүниеге, подождите, кім айтты төмен деп? Мен Қайрат Нұртастың бірінші фанатым. Шын айтайын, қатты жақсы көремін. Для меня он феноменальный человек, да, өте кішкентай диапазонмен сондай халықты баурап алып кете алды. Сол себепті жоқ, Моцартты тыңдаған адам интеллектісі өте жоғары, Қайрат Нұртасты тыңдаған адам өте төмен интеллект дегенмен мүлдем келіспеймін. Өйткені екі жақта синтездеу, скрещивание аудитории деген нәрсе өте қатты болуы керек. Сол кезде
Демек сіз Моцарт эффектісін жоққа шығарасыз. Жоққа шығарам. Да, сонда интеллектке мүлдем әсер етпейді. Өйткені қоғамда миф қалыптасып кеткен ғой. Мысалы, интеллекті жоғары адамдар классика, өзіңіз айтқандай классиканы тыңдайды. Миллионерлер, миллиардерлер классиканы тыңдайды. Я, бірақ менің ойымша Моцарттың эффектісімен мен келісе қоймаймын. Өйткені менің ойымша бұл жерде уақыт керек сияқты, ұзағырақ тыңдау керек сияқты. Бір жыл, 2 жыл емес, кәдімгі өмірінің барысында фонда классикалық музыка болу керек сияқты. Сол кезде әдемі әсер ететін сияқты. 1, 2, 3 жылдық тәжірибе классикалық музыкамен танысу адамның интеллектісіне аса қатты әсер етпейді. Мне кажется, менің ойымша, тыңдау емес, ойнау. Сидеть и разбирать вот это 2 полушарияны өте қатты қозғалдыратын еді. Енді сіздер айтуыңыз, көрермен міндетті түрде, Балмыр, менің жасым 42. Мен 6 баланың анасымын, қайдағы Моцартты ойнау деп. Кез келген жаста ойнап үйренсе болады. Қазіргі таңда осындай цифровизация заманында өте көп Моцарттың шығармашылығының жеңілдетілген варианттары өте көп. Егер кез келген жақсы мұғалім таба алсаңыз, үйретеді. Сол процесте сіз разбор ретінде қарасаңыз, кәдімгі күрделі математикалық есеп шығарумен бірдей деп айтады. Не үшін олай айтады? Мен оқушыларыма бірден айтам, логикасы жақсы істейтін оқушыларыма айтам, сенде қандай баға математикадан? Енді маған ұнамайды, менде нашар баға. Значит, сен просто жалқаусың. Сенің логикаң ұрып тұр, сен математиканы нашар есептеуің мүмкін емес деп. Сол себепті менің ойымша Моцартты, Рахманиновты, Шостаковичті, Ахмет Жұбановты тыңдау ғана емес, ол шығармашылықпен не то чтобы танысу, тарихын білу, ол да бір бөлек әлем, өте керемет әлем, тарихын мен зерттеу. Енді ойнап көру деген, вот осы үшеуі бірге болса, сол кезде интеллектке өте жақсы әсер ететін еді деп ойлаймын. Сіз балаларға сабақ бересіз ғой көбіне, иә? Жаңа айтып отырсыз, ересектерді үйрене алады дейсіз, иә, классиканы ойнап. Жалпы, мысалы, балаларға қандай үйретесіз, қандай жанрдағы үйретесіз, және классиканы балаларға тыңдату керек па? Себебі тіпті құрсақта жатқанның өзінде сондай классика тыңдату керек деген әңгімелер бар. Рас өтірігі? Нақты тыңдату керек болғанда былай ананың бойына бала біткеннен бастап классикалық музыканы тыңдаса, бала жақсы жетіледі, немесе IQ жоғары болады деп жатыр. Енді осыны бір 3-4 жылдан кейін мен нақты айта аламын. Өйткені мен сабақ бердім аяғым ауыр кезде. Мен февральдың 17-сіне дейін сабақ бердім, 19-на балам дүниеге келді. Өмірі бақи фонда фортепианодан сабақ өтіп жатты. Прям в утробе матери он слышал шығармаларды. Фортепианоға ойнаған. Енді туылды, өте сабырлы бала. Қазірде мысалы ол бір 6 айлық кезінде мен сабақ өте бастадым. Мен сабақ өтіп жатам, ол фонда ойнап жүреді. Үйреніп кеткен, жатып алған деп айтайықшы, жатып алған классикаға. Ойнап жатыр, мен ойнап жатам, келіп, кедергі келтір. Енді мен балам күшті, ақылды болып жатыр деп айта алмаймын. Есте сақтау қабілеті нашарлау, логикалық жүйесі аса күшті емес, бірақ өте қатты сабырлы. Ол совпадение да болуы мүмкін. Оны мен лозунг болды, классикалық музыканы тыңдаңыздар, осылай болды менің бір балам деп айта алмаймын. Мен 5 баланың анасы болайын, сол кезде нақты айта аламын. Өйткені былай болып тұр да, мінезі жағынан өте қатты сабырлы. Сосын анандай фортепианода отырып өзі әуендерді бүйтіп ойнайды. Баса береді ма? 3,5-да ғой, әлі бүйтіп ешнәрсе ойнамайды, бірақ дегенмен логикалық ойлауына, сосын есте сақтау қабілетіне бір аса бір күшті нәрсе байқаған жоқпын әлі. Енді сабақ өтіп бастап жатыр. А бірақ спокойствие, Құдай спокойствиенің бәрін 19 февраль күні 21 жылы осы балаға берген сияқты. Өте мен сабақты спокойно беріп отыра беремін, өзімен өзі ойнап жүре береді. Бәлкім сол Моцарт, Бетховендің шығармаларының әсері шығар. Бәлкім солай шығар. Енді сіздің жаңа қандай жанрда ойнатасыз дегенде, ол негізі менде мынандай системамен әр 10 шығарма сайын ата-аналарға отчет береміз. 10 шығарманы видеоға түсіріп жібереміз. 10 шығарманы жатқа нотаға қарамай менің оқушыларым ойнайды. Әр 10 шығарма сайын. Ол 1 жыл көлемінде болуы мүмкін, немесе 1 жыл 4 ай көлемінде мүмкін. 2 жыл 10 жыл олай жаттамаймыз. Есте сақтау қабілетіне байланысты баланың. 1 жыл көлемінде 10 шығарма жаттай аламыз. Үй жұмысынсыз. Үй жұмысы жоқ менде. Ешқандай үйге аспап ал, ойбай үйде дайындалмады. Дневник деген понятиенің бәрін сызып алып тастады. Өйткені өзім баяғыда содан әбден жапа шегіп қашатын тұғым музыкалық мектепте. Сосын мынандай болды. 10 шығарманың мендегі система мынандай бар. Қалайсың ба, қаламайсың ба, 10 шығарма. Бірінші классика.
екінші қазақша тоже қалайсың ба, үшіншісін вот осы жерде ойнай береміз. 91 без проблем. Анау бүгін ғана Адиямен таңдадық. Sunshine ба? You wanna sunshine, вот. Бірінші классика, өйткені ол фундамент. Сосын менде қазақтар, біз күшті ұлт, біз ұлттық құндылықтар деген идеяда емеспін. Әр ұлт өзінше күшті, өзінше әдемі деп есептеймін. Бірақ дегенмен біздің идентичностімізді жоғалтпас үшін мен әр оқушыға міндетті түрде, тем более Астанада білесіз, қазақ тілі мәселесі өте күрделі мәселелердің бірі ғой. Балалар кінәлі емес оған да бір жағынан. Соны мен өмірі балаларым, менің оқушыларым өте ақылды. Мен оларды Гарвардта көрем. Сондықтан мен ойлаймын да, Гарвардта сабақ беріп, сол жақта жүрген кезде, дипломдарын қорғап жатқан кезде деген музыка, мына менің қазағым қалғаны ғой деген болсын деп екінші тармаққа міндетті түрде қазақтың халық әндерін қосам. Ол қамажай болсын, бір бала болсын, көзімнің қарасы болсын, міндетті түрде қосам. Өйткені ол шетелде жүрген кезде бір бұрышта бір қазақтың баласы домбыраны ойнап отқан кезде өзінің 5-6 шығармасын қазақи тани білу керек деп ойлаймын. Өйткені ата-аналардың қазір уақыты жоқ қой. Мынау бір бала әні, енді баламнан мен айтады деп жүрсіздер ма? Балама ол әндерді айтпаймыз. Сол себептен білдірген ұлттық бір 10 шақты шығарма бар ғой, қазақтың білу керек деген. Сол міндетті. Сосын үшіншісі, осы жерде бол. Смело, тыкай, не дейді. 91 алдында Искандер деген оқушым қатты қуанған. Қайтадан деген ән. Нотасы бар ма? Тауып алдық. Упрощать еттік, үйттік, бүйттік, ойнады, бітті, күшті. Классика, қазақша еркіндік. Классика, қазақша еркіндік. Осы бағыт бойынша. Сіз енді айтып кеттіңіз жаңа, негізінен музыка адамның қабілеттеріне әсер етпейтінін әлі нақты айта алмайсыз. Бірақ ғылымда сізге үйреткен болуы да мүмкін. Жалпы оны сырт қойған кезде миға әсері бар ма? Қалай оқыдыңыздар? Миға әсері өте қатты зор. Негізі бұл жағында өте көп жұмыс істеген және жалпы халыққа, музыкант емес халыққа бүкіл сұхбатында айтып жүретін Татьяна Черниговская. Осы 3 жыл болды сол кісінің сұхбаттарын көріп зерттеп жүргеніме. Ол кісі барлық сұхбатында музыканттардың астын сызып айтады, всегда айтады. Музыканттар өздері, біз академиялық музыканттар, біз қытымыр халықпыз. Өте бір бізге шағу қиын, бір мінезіміз бір түсініксіз, бір сондай бір минустарымыз өте көп негізі. Енді біз бізді қолдайтын осындай ғылыми жағынан Татьяна Черниговская мен всегда айтамын ғой, пиар менеджеріміз ғой деп, жақсы болды. Рахат, ютубтан аласың 40 банау. Балаларға музыкамен айналысуға күшті деп, ол еще былай сөзбен ғана айтпайды, ол миды зерттеуші ғалым ғой. Нақтылап күшті қылып айтады да. Алып қырқасында болды, страница болды, осы пиар менеджеріміз, осы апам күшті болды бізге деп. Сол өйткені неге опять-таки мынандай болуы мүмкін, музыканттардың бәрі ақылды деп қалыптасуы мүмкін онда. Миға қатты әсері бар деп не үшін айтады? Баяғыда Пифагор да оны айтты, Аль-Фараби да айтты өзінің трактаттарында. Музыка тең математика. Математикаға жақсы бала. Мен всегда ата-аналар бүйтіп алып кетеді. Менің балам математикаға жоқ, сіз музыкант шығарыңызшы, не деп айтады? Гуманитарий. Мен айтып, гуманитарий емес, керісінше математик балалар өте күшті нәтиже берді. Мен Назарбаев университетінде қосымша фортепиано сабақ бергенмін 2-3 жыл көлемінде. Ол жерде техникалық білім көбінесе, ол жерде ақымақ бала оқымайды. Білесіз, өте жоғары IQ-дағы балалар, өте дисциплинированный. Сіз білесіз бе, көп тақырыпты 1 минуттан артық түсіндірмейтін тұғым. Әлі есімде Аян деген оқушым. Аян Амели бар ғой, Амелидің тарадан деген шығармасын ойнағым келеді деп алып келдім. Саундтрек бар, тарарарарарам, киносын көрмеген, бірақ бәрі жақсы көреді сол шығарманы. Ода сол қол мен оң қолдың ұштасу барысында бөлек ойнай алады. Екеуін біріктіру барысында бір түрлі жерлері бар да, қиынырақ бар ғой. Сосын мен айттым, Аян, если что, мы можем облегчить. Өйткені, сейчас вы посидите деді да, бір кезде ешнәрсе түсіндірген жоқпын. Ол технарь бала. Ол қателеспесем, что-то связанное информационная системаға қатысты мамандықта оқыды.
олай айтуға бола ма подкастты айырып тастады ана шығарманы. Былайша айтқанда мен айттым, маған ұнайды да, андай қасында отырып өзімше, енді менен қанша ары кетсе 5-6 жас кіші балалар ғой, менен жасты ғой былайша айтқанда. Тұрып алып, ал енді былай санаймыз, енді өзіңді көрсетіп қалып, жоқ мен де отыра бердім да тыңдап, кәдімгідей ритмикалық жағын бәрін өзі шығарып алды. Логика тең математика равно музыка. Сол жайлы бізде Аристотель де айтты, бізде Аль-Фараби де айтты. Сол себепті Татьяна Черниговская әрбір ұштан айқайлап жүретіні сол. Академиялық музыканттар айтады, балаларды бөлу керек дейді. Есту қабілеті бар, кеттік музыканы, есту қабілеті жоқ, басқа мамандыққа бара бер деп бөледі. Біздегі менің коллегаларым қатты бөледі. Мен талант деген сөзді қолданбаймын, ол жоқ, мен үшін жоқ. Қанша дәлелдейтін болсам, бір әлем бойынша 5-6 адам бар талант деп айта аламын. Қалғандары менің ойымша талант деген сөзді. Демек, слухы, есту қабілеті жоқ адамдар үйреніп кете алады. Бұны музыканттар тіпті білмейді. Менің коллегаларым, мен қазір бір басымыз қосылса, олар айтады, мен сол себепті ғой, музыкалық мектепке қабылдайтын жүйе ұнамайды. Бүйтеді, қайтала, сосын анау қорқып тұр өзі, дейді, болмайсың, келесі дейді, подождите, тоқтаңдашы, өзгертейікші деймін да, өзгертейікші. Мына бала ертең жарып шығуы мүмкін. Неге? Кеше бір несінде айтып жатыр Татьяна Черниговская, менде Гнесинада көп профессорлар айтты, негізі ритм, слухты реттесе болады. Бірақ ритмді реттеу қиынырақ, ол болмайды, оқушыны бірден амау керек ритм болса, ал мен бәрін алу керек деп айтамын. Өйткені ритм, слух тура шпагат сияқты. Шпагат, не үшін сіз шпагатқа, мысалы, тренерға барасыз да, менде талант жоқ демейсіз ғой, күніне істейсіз, күніне сіз отырасыз, растяжка жасайсыз, соңында нәтижеге жетесіз. Шпагатқа сол күйі отырамапты деген адам жоқ. Немесе жарты жолда тастап кетсе де болады. Это тоже нормально, иә? Сол сияқты есту қабілеті, көп музыканттар бұны білмейді. Есту қабілеті мен ритм кәдімгі, это навык, который можно приобрести. Өйткені менің әкем 27 жасында музыкант болған, виолончель аспабына түскен. Есту қабілеті өте нашар адам. Сенесіз бе, менің әкемнің есту қабілеті, бұл подкастты жібермейміз дейі. Туысқандар, бұл подкасты мен папама жібермейміз. Есту қабілеті нашар болғанда, опять-таки слухтың да бір екі түсінігі бар да, внешний слух айта алатын адамдар бар. Біреулер бар, іштей слухы бар, есту қабілеті бар. Бірақ енді дұрыстап айту қалай болады десең, деп қалады. Өйткені дауыспен жұмыс жасамаған. Сол себепті 27 жасында, менің әкем 27 жасында музыкалық жолды бастау өте кеш қой. Виолончель аспабын таңдаған ғой, жарықтық. А виолончель аспабында пернелер жоқ. Нағыз слухқа жатып алған аспаптар ғой. Мысалы, фортепиано, домбыраларда пернелер бар, пернелерді дұрыс перне бассаң болды, таза дыбыс шығарып береді. Ал виолончельде ондай емес. Сосын менің әкем соны күндіз түні дайындалған. Күндіз түні дайындалу арқылы мықты виолончелист дирижер болып шыққан. Сол себепті баланы талантты талапсыз емес, дисциплина ғана алып шығады. Ал осы, мысалы, слухы болмаса да, үйренген адамдар өзінің туындысын шығара ала ма? Шығара алады, слухы жоқ адамда шығара алады деп ойлаймын. Менің ойымша солай сияқты, өйткені кез келген адам ән шығара алатын сияқты. Мен солай ойлаймын. Өйткені мен қазір осы жерге синтезаторымды алып келу керек еді. Қазір бір аккордты берсем, сіз деп мен соны алып кетіп шығарса болады. Просто сіз өзіңіздің ән шығара алатыныңызды білмейсіз, және ол сізге керек емес болуы мүмкін. Менің ойымша 100 адамның 100-і де ән шығара алады. Мәселе жақсы, жаман өз ән шығара алады. Өзінің шығармаш әнін, қарапайым ән, эстрадалық немесе фортепианода бір-екі күн отырып, кез келген талантсыз дегенге қарамаймын. Шығара алады деп есептеймін мен өзім. Бәлкім қателесетін шығармын. Ал абсолютті есту қабілеті деген бар ғой. Абсолютті есту қабілетімен өмір сүру қиын емес па? Және мысалы сізге кездесті ма сондай адамдар? Иә, мен музыка танушыға түстім ғой, 16 жасында өте қиын мамандыққа түстім. Әбіріп оқығаным есімде, 4 жыл бойы азып кеткенім есімде. Қанша тырыссам да, қанша кітап оқып, қанша үй жұмысын істесем де өте нашар бағаға оқып шықтым. Өйткені менің қасымдағылар енді отта, мен ана жерде жалғыз қазақ болып нашар, бәрін нашарлау істейтін. Қанша тырысып сөйтіп жатсам да, өйткені менде база аздау болып қалды. Мектептегі білімім дұрыс деңгейде болмай қалды да, бірақ бітіріп шықтым. Бітіріп шықпаймын ау деген едім. Сол музыка танушылық мамандыққа түскен кезде біз 3-ақ қыз оқығанбыз, топта 3-ақ адам.
үй жұмысын істесең де істемесең де бірден біліп қояды. Ана топтың артымен армандайтындығым ана тобымен жүреді ғой, мысалы 12 бала, мысалы пианисттер 12 адам болып жүреді, хоровиктер 12 адам, ой, народниктер вообще 18 адам. Рахаттан, пока сенің фамилияңа келем дегенше, можно где-то бір шум болып кетуі мүмкін, бүйтіп апай шығып кетуі мүмкін. Бізде шақ адам. Нелли Петровна Ким деген өте мықты музыкатанушыда оқыдым. Үй жұмыс істелді ма, бірден айтасың, иә, жоқ, болды, өйткені үшеуміз алдында отырмыз да, иә, қазір деп үйтіп алдай алмайсың. Сол группада 3-ақ қыз болдық. Өйткені 4-ақ орын берілетін, 10 адам музыкатанушы деген атымен жоқ. Ешкім есі дұрыс адам бұл мамандыққа түспейді. Өте қиын, есі дұрыс адам бұл мамандыққа түспейді негізі. Андай бір немен түсіп қалғандар көбінесе қалайтын. Грант керек болып. Ондай емес, ошибочно болады ғой. Пианист болып тұрады, қасында мен маған түсе салайыншы. Шынымен, фортепианоға бүйтсем грантқа түсе салайын деп адасып кеткендер болмаса, мен сияқты бір шалыс басқандар болмаса, негізі бар ғой, өте қиын мамандық. Сол қасымдағы бір қыз, Дарья есімі, кішкентай кезінен музыкамен айналысқан, абсолюттік слух еді. Абсолюттік слухпен өмір сүру өте күрделі. Өте күрделі, негізі көбісі қарапайым музыкант емес халық былай ойлайды да, мен баламнан типті не дейді, абсолюттік слух шығарғым келеді, немесе мынау пәленше бар екен абсолюттік слух, солар ғана күшті музыкант болады деп. Негізі музыкант мүлдем ондай слухы болмау керек. Негізі ең жақсысы отличный относительный слух иметь. Абсолюттік деген сен бірден нотаға қарамай биіктігін естіп отыру ғой. Нешеге дейін? Нені мысалы естіп? Мысалы, мынандай болуы мүмкін да, Дарья қарамайды. Аспапқа олар қарамайды. Оның ми жүйесінде өзінің биіктіктері бар. Бұл абсолюттік слух деп айтады. Абсолюттік слух музыкантқа түк керек емес нәрсе. Әйтпесе бізді мектеп кезімізде, күшік кезімізде бөліп тастайтын еді. Абсолютный слух керек емес. Надо иметь хороший относительный слух деп айтатын. Абсолюттік слухты менің ұстазым Нелли Петровна Ким өте қатты жақтыртпайтын. Себебі, мен білмеймін қазір, музыкант емес адамдарға түсіндіруге тырысайыншы. Мен бетемін, ляны береді, сөйтеді да, келесі дыбысты ойнайды. Сосын апай айтады, қандай дыбыс ойнадым дейді. Сосын мен лямен келесі дыбыстың арасындағы қашықтықты анализға жасап, миға салып, одан кейін есту қабілетіне салып, одан кейін анализға жасап барып, өзім шешімімді айтамын, ля, сосын келесін апай сіз ре ойнадыңыз деймін. Абсолюттік слух, ол екі аралдағы мысалы кварта интервалын, ол ля, ре интервал ретінде қарамау мүмкін. Түсініңіз бе? Интервал ретінде қарамайды. Ол айтады, ля, ре дейді болды. Қандай интервал десең, қазір қодыр, ля, си, до, ре, 4, кварта, түсініңіз бе? Түсіндім, Андай жағын ойламайды да, сол себепті относительный слухы бар адамдар көбірек ойлайды, соответственно, ақылдырақ болады деп айтсам дұрыс емес. Сіз математикамен есептей аласыз, ортада неше нота кеткенін, ол ля екенін математикасы тауып қояды. Математикасы табады, сол себепті көп мұғалімдер жақтыртпайтыны бар. Жақтыртпайды негізі, бірақ аз. Бір айтып жатырмын ғой, бір 10 жылда бір рет, 3 жылда бір рет туылатын нәрсе негізі. Бірден туылады еще сонымен. Еще мынандай бар, жақсы слухы болады да, олар абсолюттік слух екенін білмей жүреді. Сөйтіп мысалы скрипкаға береді, фортепианосын жылдар өткеннен кейін барып біліп жатады кейбіреулер, 2 жылдан кейін. Ол ойлап жүрді, менікі просто жақсы. Енді кішкентай ғой бала, алтыда ол өзі не соображает, кейінірек мұғалімдер біліп жатады, что абсолюттік слух екен. Абсолюттік слухпен өмір сүру өте қиын. Неге? Өйткені сіз бір концертке бардыңыз, сіз білесіз, бұл мысалы соль диез минорда жазылғанын, соль диез минор ойнай бастайды, оркестр жарты тонға жоғары настройка алған. Вот сондай моменттерде мысалы мен міндетті түрде ол Дарьямен сұхбаттасам, мен армандаймын абсолюттік слух. Неге өйткені лафа ғой, диктант жазасың, біз диктант жазамыз, рахатты миға салмайсың. Түсініңіз, дыбысты ойнаған кезде сенің миыңа ответтер уже шпаргалка, былайша айтқанда. Ауырлық етпей тік бірінші жазып тастайтын Дарья. Сосын мен сұрадым да, Дарья, каково это иметь абсолютно, я так хочу, поделись, пожалуйста, деген кезде, невыносимо жить с этим деп. Түсініңіз ба, менің абсолюттіктің минусы, сіз абсолюттік слух иесі болсаңыз, сізде Құрманғазының, Құрманғазы демей қойын, тональсын қазір дұрыс емес айту мүмкін. Мысалы, ля минорлы вальсы Шопеннің, сіз ля минорды екенін білесіз, сіздің миыңыз ля минордың биіктігін біледі, болды, ол дұрыс биіктік. Дұрыс. Сөйтеді да, сіз келесіз, сіз келген концертте
аспап жарты төмен тонға төмен настройка болуы мүмкін. Ондай ситуациялар болады. Сөйтеді да ол соль диезде ойнайды. Сөйтеді да мына сіздің ляңызбен жаңағы жарты тонға төмен орналасқан ғой жаңағы концерттегі шығарма. Сол екеуі бір-бірімен ұштаспайды да миыңызда соғыс басталады. Дың ұрыла береді. Өйткені сәйкес келмейді. Ол абсолюттік слухтың минустары өте көп. Музыкантқа жалпы адам баласына керек емес негізі. Бірақ күшті нәрселер маған ана диктант жазғанға күшті сияқты. Сосын абсолюттік слухтың цветной слух дегені бар. Слух бірден цвет береді. Скрябин, қателеспесем, Рахманинов та түс береді бірден. Аккордты ойнайды, мысалы, ля мажор, ля до диез миді ойнаса, мысалы, ля деп айтады, еще айтады, оранжевый дейді, сары дейді. Әркімде, бірақ түстері бірдей болмайды. Сіз екеуміз абсолюттік болсақ, сізге мысалы ля оранжевый болса, маған қара болуы мүмкін да. Сосын ол немен байланыстырады? Мидағы нейрон бар ғой, неге жауап беретін жаңағы? Түске жауап беретін нейрон мен есту қабілеті екеуінің арасындағы тығыз байланыс дейді. Арасында кішкене жіптер көп тоқылған дейді. Соның арқасында осындай абсолюттік слух, цветной слух деп айтады. Рахманиновты точно білем болғанын және Скрябинді. Бір-бірімен спорласып жатады олар отырып. Ля, оранжевый жоғын не ғой деп цветтермен не қылып жатады. Қызық, өте қызық. Өте қызық. Иә, сіз абсолюттік слух деп жатқан кезде ойлап отырдым да, қай мысалы классикте кімде әлемде танымал адамда абсолюттік слух болды екен деп. Бірақ ол мен сұрайтын, мысалы, қателеспесем Бетховен ғой, құлағында мүкістігі болды, естімеген. Ол қалай солай шедеврлер шығарады сонда? Іштей, мына слухта іштей слух болу керек. Внутренний слух деген нәрсе бар да. Ол естімей қалса да шығарған себебі өте былайша айтқанда қалай қарап музыкант емес адамдарға түсінікті болу үшін бүкіл биіктікті музыканы жаттап алған деп айтайыншы. Сонда түсінікті болады да, түсініңіз бе? Ол кісінің мына жерінде самайы сайрап тұр да, былайша айтқанда. Көкірегінде сайрап тұр бүкіл биіктіктер. Сондықтан ол мына әлемдегі қателеспесем 40 жасына таяу кәдімгі анау Бетховен шедеврін шығарды ғой. Да-да-да-дан 5-ші симфониясын шығарған кезде мүлдем естімей қалатын. Иә, айтты. Мүлдем естімейтін болған. Бірақ ол немен естиді? Іштегі слух бар ғой. Ішкі дауыс дейікші. Сонда түсінікті болатын шығар. Өзіңнің ішкі даусың бар, өзіңмен сөйлесесің. Сол дауыстың слухы бар да, былайша айтқанда. Слухы жақсы болған ғой Бетховеннің. Сондай физикалық слухын жоғалтқанмен музыкалық ішкі түйсік слухы жоғалмаған деген сөз. Қызық түсінікті. Жаңа сіз айттыңыз ғой, кез келген адам өзінің туындысын шығармасын жаза алады деп ойлаймын мен. Иә, деп ойлайсыз сіз. Жалпы хиттің мысалы формуласы бар ма? Осы хит болады, осы жолдармен, осы тәсілмен шығарсам деген сияқты. Мен осы арманым бар. Шынымды айтсам, бір 5-6 мен сияқты бір не дейді, қуып кеткен 5-6 адамның басын қосып, бір 5 әбден хиттарды зерттеп, қазіргі таңда хит болып жатқан. Мысалы, біздің мақсат қандай болады? Қазақ аудиториясы болсақ, TikTokты зерттеп, хиттардың бүкіл тізімін жазып, тональностьке түсіріп, немен алып жатқанын әбден талдау арқылы сол хиттарға сүйене отырып, өзім сияқты есі дұрыс емес 5 адамның басын қосып, сөйтіп 5 әнде шығарып көргім келеді. Былай айту қате. Мысалы, қараңызшы, біз қазір 5-6 адам басын қосамыз, анау ән жазады, бүйтеміз, зерттейміз, бір ән шығарамыз, и ол стрельнет деген өте опасен нәрсе, өйткені өте қиын ғой оны айту. Бірақ мен ойлаймын, 5 ән шығарсақ, біреуі хит болуы мүмкін. Бірақ ол жүрекке салған нәрсе емес. Айтып отырмын, қазір стратегиялық ход, бизнесмендер отырып салады ғой, математика ретінде шығарсақ. Қазір не актуалды болып жатыр? Қыз Калифорнияның әнде хит болып жатқан хитмендерді алайық, иә, әртүрлі бағытта болсын. Райым, кеше ерке екеуі айтқан ән бар, шынында соны алайық. Калифорнияның мысалы қазір Раскілер, ол біраз болып қалды. Садрадиннің әндерін алуға болады. Солардың бәрін ортаға салайық, зерттейік. Ритмін, тональдігін, темасын, сосын сөзін өте қатты маңызды. Биттер қалай қолданады, фоны қалай звучать етеді. Соның бәрін алып кеп жүрекке салмай. Мен жүректен гөр санаға көп сенетін, миға көп сенетін. Хотя музыканттар ондай болмау керек сияқты. Сөйтіп бәріміз жаңа 5 адам болып жұмылып отырып, бір 5 әнде шығарсақ, соның біреуі хит болатын сияқты. Мен солай ойлаймын. Оның формуласын іздеп тапса болатын сияқты. Мысалы, сондай формула пульсті біліп алған адамдар бар ғой, Валерий Меладзе, Константин Меладзе.
прям бәріміз караокеға айналып келген кезде міндетті түрде шыққан. Константин Меладзедің әншілердің репертуарынан міндетті түрде әндер шығады. 20-30 жыл өтіп кетсе де, қанша жыл болды ғой. Сол сияқты байқайсыз ба, рилсмейкерлер бар ғой, біреулер болады, страницасын жүргізіп жүреді бір кезде хоп, бүкіл видеосы залетать ете бастайды. Қарап отырсаң басында 400-600 болып жүреді, бір кезде қарасаң, 10 мың, 20 мың, 30 мың. Еще бүкіл несі соңғы 10 видео салды дейік, оны да бір пульсті нащупать етсе болатын сияқты. Бұл опять-таки анандай емес, жүрекке салды емес. Жүрекке салсақ біз ұзақ кетіп қалуымыз мүмкін, да? 2 жыл біреу сөзін жазады, оның шабыты деген сияқты біз кәдімгі отырып болды, 1 айдың ішінде 5 ән жазамыз, зерттеп, бірінің артынан соң бірі шығарамыз, және соның біреуі, мне кажется, стрельнет. Сіз жаңа айттыңыз ғой, Меладзияның әнін қайткен күнде де караокеде айтамыз. Сол сияқты мысалы бұрындары біздің ата-анамыз тыңдап кеткен әндер бар ғой, неше түрлі. Солар мысалы қазіргі күні қайтадан хит болып жанданып жатыр. Мен соны түсінгім келеді да, мысалы неге бір рет Алматыда гала концертте Өктем Алтаев мысалы Ақсәулемді айтты, Мұрат пен Қожаның әндері қайтадан мысалы басқаша сәл-пәл өзгерістер енгізілген, бірақ хит болып жатыр қайтадан. Соны мысалы сіз ойланыңыз ба, осындай сыр неде екенін, оған классикаға жатқыза аламыз ба? Негізі менің ойымша сол заманда хит қылған аудитория бар ғой, солар есейе келе өзінің бір рефлексиясы сияқты жастық шағына солар қайтадан алып кететін сияқты. Бірақ сіз былай айтуыңыз мүмкін, но жастар да тыңдап кеткендер бар, олар білмейді. Нұрлан мен Мұрат шыққанда олар айтылмаған, солардың өзіне өтіп кетті ана ән деп. Ол былайша айтқанда менің ойымша бір жағынан стратегиялық ход. Мен қазір Әмірені қайта байқап жатырмын. Өте дауысы, өте әдемі жігіт. Түр келбеті, сыртқы бейнесі, одан кейін дауысы да өте керемет жігіт. Сол жігіт қайта тиктоктан шығып жатыр, баяғы әндерді айтып жатыр екен. Баяғы кімнің әндері, есімде жоқ қандай композитор кімнің әндері, бірақ сенің ғана жапырағыңа күз келмейді, сол шығып жатыр да. Ол прям шаң басып қалған тұғын. Бірақ оған жаңа өң берген, өзінің несін қосқан, өзінікін қосқан, жоғарғы ноталарды алған жақсы көреді ғой Әміре. Соны қосқан, одан кейін жаңашалаған, шаңын қаққан, сөйтіп алған. Бұл стратегиялық ход. Негізі баяғы әндерді қайтадан айтып шығу арқылы өте жаңағы хит қылған аудиторияны жинайсың, одан кейін өзің сымбатты жігіт болсаң, тіпті бойдақ болсаң, жастау бойдақ қыздардың да несін жаңағы назарын өзіңе аударып алсаң болады. Бұл да бір стратегиялық ход сияқты. Түсінікті. Ал мінсіз музыка бола ма? Болса қандай болады сізде? Сіздің ойыңызша, мынау мінсіз дейтініңіз бар? Негізі мен былай жауап беруім керек. Болады, ол Йоганн Себастьян Бах деп. Негізі академиялық білім алған адамдар солай жауап беру керек. Өйткені шын мәнінде айтсам, мен таң қаламын әлі күнге дейін. Ол кезде тіпті фортепиано болған жоқ, органда отырып осындай шығармаларды шығарған, полифониялық шығармаларды шығарған ешқандай музыкалық мекемелер болмаған ол кезде. Театрда болмады, шіркеумен ғана байланысты болды. Соған қарамастан полифониялық шығармаларды оқушыларына, балаларына сабақ өту үшін, хит болу үшін емес. Оқушыларына пособие ешнәрсе жоқ қой, өзі жазып балаларға сабақ өтейін деп жай шығара салған ғой. Ана шығармалар, мінсіз мен үшін осы. Маған өте феноменальный, былайша айтқанда пайғамбары деп айтатын музыка. Негізі академиялық бағытта мен осылай жауап беремін. Мінсіз маған Бах. Өйткені ол полифонияны шығарды. Полифония өте күрделі жанр. Полифонияда дауыс көп, және әр дауыс өзінің рөлін атқарады. Гомофонно гармонический стиль деген ол оңайырақ жанр. Енді үйтіп айтуға болмайтын шығар, бірақ оңайырақ, себебі екі нәрсе бар. Басты мелодия бар, және соған бағынышты аккордтар бар. Оны көп адам жаза алады, көп адам шығара алады, көп адам түсіне алады. Ал полифония үшін математик болу керек. Ол математикалық кәдімгі формуласы бар нәрсе, және ол өте көркем әдемі. Кез келген дауысын, Бахтың 4 дауыс шығармасын алып, 3 дауысты өшіріп тастап, 1 дауысты қалдырсаңыз, әуен шығады. Түсіндіңіз бе? Ол дауысты өшіріп тастап, қалған, мысалы, жоғарғы дауысын алсаңыз, әуен шығады. Сол 4 түрлі түсті әуен, бірақ бір тональте бірге шырқаған. Соны полифония дейді. Соны істей алған сол заманда 17 ғасырда. Не деген математик, не деген ұлы. Мен үшін мінсіз сол. Ал былайша, егер мен
музыкант емес балнұр ретінде, қарапайым Астананың тұрғыны ретінде айтатын болсам, менің ойымша мінсіз музыка болмайтын да сияқты бір жағынан. Әркімнің өзінің жүрек талғамы, қалауы бар, состояниясы бар деген сияқты. Саған мінсіз болғанымен біреуге өтпей қалуы мүмкін, біреуге өтіп кетуі де мүмкін. Сосын көбінесе шығармаларда мынандай нәрсе бар ғой, классикада да ондай бар, бірақ дегенмен классика ұзағырақ уақыт сені ұстап тұра алады. Былай эстрадалық күнделікті тыңдайтын қарапайым әндерде байқалатын нәрсе, белгілі бір жерін күтесің шығарманың. Сөйтіп тұрасың да, қазір когда меня не станет деген жерін күтесің да, анау куплетін білмеуің де мүмкін. Мысалы, сол белгілі жер, ол жер ары кетсе 20 секунд болуы мүмкін. Мысалы, сол жерін күтуі мүмкін да. Целиком шығарманы білмеуің де мүмкін. Ал қазір цифровизация заманында мен қазір хит болып жатқан әндердің куплетін мүлдем білмеймін. Мен қыздар қосылып айтып жатқан кезде мен таң қаламын. Мысалы, жұлдызым жарқыраған, бәріміз куплетін де білеміз. Өйткені біз бүтін тыңдадық қой енді. Ал қазір TikTok біз қысқарт тастады да, мен қазір куплеттерін мүлде білмеймін. Мен кейін тыңдадым. Мысалы, өзіңді ойлай берем айға қарап. Ана қайырма куплет жарды ғой TikTok'та. Қайырма емес. Шумақтарын мысалы мен кейін барып естідім. Қолым болса тыңдап көрейінші деп. Сол себепті менің ойымша мінсіз музыка болмайды. Академиялық музыкада ол бақыттың шығармашылығы деп айтар едім. Түсінікті. Жалпы жаңағы жерде мысалы айға қарап дегендерді біз миымызда қайта ойдап тұрады ол ән. Біз аузымызбен де қайталап айтып жүреміз бір жерін. Неге солай музыка мида қайталана береді? Менің ойымша ол күрделі емес болғандықтан шығар. Бірден бір адамның санасына сіңіп қалу үшін күрделі болмау керек. Не үшін сіз мысалы Вивальдидің «Времена года» айтып жүрмейсіз, өйткені күрделі оны айта алмайсыз, дыр деп тұрасың, мысалы түк келмейді. Ал оңай болған сайын сосын мынандай нәрсе бар да, адамның дауыс диапазоны қарапайым халықта өлең айтпайтын өте кішкентай болады ғой, өйткені ешкім вокалмен күнделікті айналыса бермейді. Сол себепті хитмендердің көбінесе қайырмасы өте андай болады, оңай болады. Оңай болатын неге? Өйткені саған жақсы жатталады және қайталанып айта береді. Сосын мынандай прием бар. Негізі менің де кейбір кезде жүйкеме тиіп кетеді, бір әнді қайталап айта беремін да, хотя ән айтқым да келіп тұрмаса да қайдан жаттап алғам. Сол кезде негізі музыкалық психологияда былай айтады, отырып алып сол әнді басынан аяғына дейін айқайлап айтып шығу керек. Сол кезде ми андай галочка қояды да, орындалды деп. Сосын ол әнді айтпайсың деген бір не бар, методика бар. Лайфхак деп айтады ма? Солай болды. Содан кейін айтпайсыз деп айтады. Ал жалпы мысалы музыканы тыңдап жүресіз. Маған мысалы қатты әсер етеді музыка. Жаңағыдай кейбір музыкалар кәдімгідей мұңға батырып жібереді, жылатқың келіп кетеді. Кейбіреуі мысалы мен таңда тыңдайтын музыкаларым бар, көбінесе восточный сарындағы. Себебі ол мысалы маған энергия береді деген сияқты. Значит, демек миға әсер етіп тұрмасын да? Әсер етеді, қатты әсер етеді. Сосын ғой, неге жылатады деген жоқ қой. Анна Асти ма, дұрыс айттым ба? Қазір СНГ эстрадасындағы әйел қыздар қауымының күшті болып кетуі, рейтингті алып алу ғой, аз ғой. Негізі өйткені ұлдар, ер адам әншілер көбінесе бүкіл все чарты будут говорить о мужчинах, потому что әйелдер қауымы тыңдаушы ретінде белсендірек. Біз әйелдер қауымы тыңдаушы ретінде белсендірекпіз. Біз постерін скачать етіп аламыз. Біз ер адамдар ондай белсенді емес. Тіпті Blackpink'тің фанаты болса да, ол Blackpink екенін білмеуі де мүмкін. Бір әнді білет, болды. Бізде анау BTS тауып аласың, не знаю, Меладзені тауып аласың, оның өмірін зерттейсің, тағы қандай әндер шығады. Қыздар қауымы белсендірек болғандықтан ер адамдарға негізі біздің қоғамда жалпы бүкіл жағдай жасалған ғой. Біздің әлемдік музыка аренасында ер адамдарға танымалдырақ болу жеңілірек деп айтар едім. Сол себепті қыз әншілердің арасында танымал болу өте күрделі. Сол себепті ғой мен Ерке Есмаханға таң қалатыным, өте қатты құрметтеймін. Себебі қыз әнші, әйел әнші ретінде өте андай сұранысқа еді. Тіпті орыс тілді аудиторияның өзі ал оны біледі. Сол жағынан прям молодец, красавчик Ерке. Орыс аудиториясын алатын болсақ, Ресейдің аудиториясында қазір чарты все взрывает. Анна Асти, дұрыс айттым ба? Астик. Астик по барам пьяным на
Артик Асти, иә. Содағы Анна емес пе әнші қыздың аты? Кажется, Анна ау. Сол қыз не үшін чарты бүкіл жерде жүр? Әйтпесе көп қой, Ани Лорак бар ма? Бар. Гагарина, дауыс керемет екен. Лабада бар. Өте көп қыздар әншісі. Әдемі бәрінің дауыстары. Енді менің ойымша Аннадан да өтіп кеткен дауыс иелері бар. Да, бірақ бәрібір Анна не үшін орын алады? За больное, потому что задевает она. Ең жанды жеріне больно тиеді, психологтар айтпақшы, больно тию керек деген сияқты. Қандай боль? Әсіресе жасөспірім шақтағы, мына 18-16 мен былай 28-27 жастағы көрермендер қандай тақырыпқа мұңаяды? Әрине махаббат, жауапсыз махаббат. Жаңағы кезінде есіңізде ме? Максим болды, знаешь ли ты вдоль ночных дорог. Соны тыңдап мұңаю. Ер адамның бәрі мұңайып бір стадионда сондай көргеме. Иә, соны тыңдаған кезде прям мурашки по коже. Сонша ер адам бірігіп бәріміз анау балалық шаққа прям алып барды да. Анна Астидің мен айтпаймын, ол тек қана осындай тақырыптар, жаңағы анау расставание, феминистическое, я для тебя, я каблуки надеваю. Не для тебя деген сияқты басталатын әні бар ғой. Все теперь на танцполе я танцую, все мужчины на меня смотрят, а я пьяная, мен сенімен расставаться. Примерно сондай. Көп адамның ойындағы, көп қыздардың ойындағысын айтып береді. Иә, сол больді задевать. Енді бірақ ни в коем случае мен былай айтпаймын, сонымен ғана өтіп кетті емес, дауысы өте жақсы. Тіпті көп адамдарды мойындай бермейтін Лариса Долина бір сұхбатында айтып қалды. Аннаның өте ол кісі вокалдың джаз вокалдың орыс мәдениетіне негізін қалыптастырушылардың бірі Долина. Сол кісі айтты, дауысы өте жақсы. Сосын түр келбеті бар, сосын тақырыптары. Біз махаббат, әлемнің махаббаты, кәдімгі ер мен әйелдің арасындағы при расставании болатын сезім бар ғой. Сол сезімдер жайлы айтады. Сол арқылы да көп рейтинг жинап. Ал бізде осындай әнші бар ма? Мысалы, осының әні қозғап кетеді дейтін. Мен мысалы Мейрамбекті айтар едім, солай бағалайды ғой, әсіресе ана өмір туралы әндері бар ғой, ғұмыр қысқанат ғұмыр деген кезде, мұңға батып адамдар сөйтіп отырады. Сіз кімді айтасыз? Действительно мен келісемін, өйткені Мейрамбек ағамыздың әндері мынандай болады да, негізі Мейрамбек Беспаев мырзаның диапазон аса кең емес, бірақ тембрі күшті да. Бұл жерде драматургия деген маңызды рөлін атқарады. Қазір біз Мейрамбек Беспаевтың қасына консерваторияны бітірген Мейрамбек Беспаевтан 10 есе мықты 120 октаваны алатын адамды қойып қойсақ та бәріміз еліп тұрамыз. Өйткені подачасы өте қатты мықты, тембральная окраска просто безумная. Ондай тембр қайталанбайды ғой. Сен диапазонды кеңейте бер, күніне дайындал, тембрді сатып ала алмай, тембрді өзгерту өте қиын. Ол либо беріледі, либо берілмейді деген сияқты. Мейрамбек Беспаевтың, Мейрамбек ағамыздың бір керемет қасиеті, ода тембр өте күшті да. Сол себепті сізде жаңағына мұңға басып, мен де келсем, өйткені мынандай барда еще жас кезінде анандай болып тыңдау мүмкін. Феноменальная группа ол Музарт. Негізі мен өмір айтып жатам. Музарт сияқты Музарттың жетістігін ешкім қайталай алмайды деп ойлаймын. Өйткені қазір қараңызшы, неге? Не потому что мен тыңдағандықтан, сосын мен жоқ, ондай жағынан емес. Музартты тыңдайтын адамдардың диапазоны 3-тен жаңағы бастап 70-ке дейін еді. Ол бір жағынан Музарт гениальный болғандықтан, бір жағынан олар на том месте, в то время шықты. Ана кәдімгі шөлдеп отырған кезде шыққан топ, ол да бар. 2 өте сымбатты жігіттер, ол да рөл атқарады, өте әдемі қазақтың ер азаматтары, ол кезде бойдақ еді көбісі. Одан кейін 3 репертуар таңдады. Ол кезде, понимаете, выбор болған жоқ. Ол да рөл атқарды. Одан кейін Музарттың мен алдында ғана концертіне, Астана қаласында тірі дауыста болған концертіне бардым. Сол кезде мынандай факт айтты Сәкен Майғазиев, 100-ден астам әні бар екен. Соның 70-ден астамы хит болған. Сіз сенесіз бе, 100 әннің 70-ден астамы хит болған. Сосын мен сол концерттен шығып үйге бар жатып ойлаймын, ана ән болған жоқ, ол хит болған. Не потому что маған ұнайды емес, действительно хит болған әндер. Сонда бұл 70, сонда 100% шығармашылығың 70% хит болған әртістер да. Одан кейін диапазоны кең тұғын. Кәрі де үлкен, анау тура Музарт туралы айтылған сол сөз ғой. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға деген Музартқа ғана келетін сөз. Одан кейін біз неге ондай әнші жоқ қазір? Садрадинді үлкен кісілер тыңдамауы мүмкін.
келмейді. Неге? Өйткені бізде бір жағынан ол өте жақсы, мен бұны жаман деп жатқан жоқпын. Жанр өте көп бөліктерге бөлініп кетті. Әртүрлі бағыт болды. Инди-рок пайда болды, тағы басқа бағыттар пайда болды, рэп пайда болды, 91 пайда болды. Бізде таңдау көп, сосын әркімнің өзінің жаңағы Музарттың аудиториясы бар ғой. Миллион адамнан тұратын, сол мысалы кейін Музартты да тыңдайды, одан кейін бөліндік біз. 100-іміз мысалы 500-ден астамыз 91-ға кеттік, 200-ден астамыз Садрадинге кеттік деген сияқты сөйтіп бөліндік та, өйткені ол бір жақсы показательдің белгісі. Қандай дамыды деген сөз. Өте көп бізге таңдау жасады. Таңдау. Әркім, біреу Молданазар, біреу Қайрат Нұртас. Біреу Қайрат Нұртасты да, Молданазарды да тыңдайды, мен сияқты деген сияқты. Мен де сияқты. Димаш феномен ба? Иә. Мен айттым ғой алдында, талант дегенге сенбеймін, менің лексиконымда талант деген сөз жоқ. Хотя мен музыканттың балаларымен жұмыс істеймін, мынау талантты деп, талантсыз деп бөле алмаймын. Қабілетті, қабілетсіз деген. Осы жер кішкене болсын келеді. Бірақ мынандай нәрсе бар одан кейін. Қазір Димашқа ораламыз, кішкене айтып кетейін. Мынандай нәрсе бар да, біреуде күшті слух, дисциплинасы онша емес. Біреуде дисциплинасы күшті, ритмі онша емес. Біреуде ритмі, дисциплинасы күшті, сосын ойлайсың, қай жерде не болады екен мына бала, не деген керемет деп, осы шығар талант деген деп айтайын деп отырсаң, отвратительное поведение болуы мүмкін да. Андай мүлдем жасөспірімдік шағымен келіп тұруы мүмкін да саған. Сол себепті бір нәрсе бар, бір нәрсе жоқ. Менің лексиконымда талант деген сөз жоқ. Мен адамдар талантсыз деп білмеймін. Бәлкім мен қателесетін шығармын, дұрыс емес шығар. Бірақ әлем бойынша өте бір мыңнан дегенде аз шығар, миллионнан бір туылатын адамдар бар. Ол жаңағы бақыт айттым ғой, сол сияқты Димаш. Неге? Димаш феномен, оның диапазоны өте кең, және Димаш халықаралық конкурстарға барғанда мен музыкант ретінде тақымымды деп қысып отырам қазақтар шыққан кезде, өйткені бәрібір уайымдайсың. Мен кішкентай кезімнен сондай халықаралық конкурстарды көп көретіндігім. Ринго талай шықты, иә, топтар шықты, өмір тақымды қысып отырды, ай фальш болып кетпесе екен, осындай қатты уайымдайтын. Димаш шыққанда бүйтіп аласың да, бүйтіп істеп отыра бересің. Уайымда, білем, бүкіл керек деңгейге, биіктіктің бәріне тап-таза түсе алатынына білем. Бірақ соның өзінде Дана Нұржігітке берген бір сұхбатында Димаш айтқан, мен күнделікті дайындаламын деп. Соның өзінде да анандай нәрселер бар, бір 5-10 адамдай бар әлем бойынша мен үшін шынымен талант дегенге. Қалғанның бәрі көбінесе еңбекке ғана мен сенемін. Сіздің сұрағыңызға нақты жауабым феноменальный адам Димаш Құдайберген. Енді музыка туралы айтып отқанда Шәмші туралы айтпай кетуге болмайды. Шәмші енді өзінің бағасын алып алды ғой. Менің сұрағым келіп отқан, қазіргі сіз заманауи музыканы тыңдайсыз ғой, Шәмші сияқты композитор туды ма? Шәмші сияқты композитор бүкіл шығармалары халыққа сіңіп кеткен ба? Болашаққа қалатын, мысалы, бәрі айтып жүретін. Менің ойымша қазіргі таңда болып жатқан осы әндерді бәрібір болашақта да айта береміз деп ойлаймын. Уақыт өткен кезде ретро әндер болып қалады. Алдында үлкен бір музыка танушылармен кішкене сөзге келіп қалған бар, өйткені той әндерін зерттеп айтқан кезде маған бір музыка танушы айтты, сіздің ойыңыз дұрыс емес деп. Мен былай айтқан болатын, той әндері фольклор болып қалады. 100 жылдан кейін, біз бәріміз өлгеннен кейін, қазақ музыка тарихы деген кітапта 20 ғасырдың қазақ музыка тарихында той әндері деген бөлігі прям 200-300 беттік зерттеу жұмысы болады. Қазақтың фольклоры, неотъемлемая часть народа болып қалады. Ол фольклор болып қалады. Бірақ қазір емес. Қазір біз бірге келе жатыр ғой, өйткені. Сол Шәмшінің ең күшті феноменальный нәрсесі ол өте әуезді мелодичная мелодия дейді ғой. Жаңағы өтіп сіңіп кететін себебі кең диапазонды емес та, бүжіп кетпейсің да ананы айтуға. Өйткені мысалы мынандай нәрселер, мені бір жерде ән айтып берші деп музыканттардың бәрі өлең айтады деп ойлайды ғой. Адамдар. Негізі ондай емес. Мүлдем өлең айтамын. Шәмші айтпаған айтпақшы. Вот, сондай нәрселер бар. Оны көбісі айтады, сен музыкалық көр. Балнұр өлең айт деген кезде мен Садрадин есіме түспейді, өйткені ана айттым ғой Калифорнияны. Мен оны айта, ол үшін гитара керек. Немесе бір аспап керек. Мынау акустика тып-тыныш болып, пространствода мүлдем музыка қалмағанда айту қиынырақ оны. Өйткені мынандай скачоктар бар, әуезді ән деген кантиленная мелодия дейді. Сонысымен ұтады. Айналып келгенде
мені де шақырады құдалықтарға бірде, әй сен сонша жыл оқыдың, шабытты бітірдің, өлең айтшы. Сосын жоқ, мен андай музыкант, мен өлең айтпайтын музыкант деп айта алмайсың, оны түсіндіре алмайсың. Сосын бір кезде мен міндетті түрде өзіңмен арыстың бәрі білет өтеді. Не үшін? Бірден бір себебі кантиленность — это мелодичность, әуезділігінде есте сақтауға ыңғайлы, өте күрделі емес мелодиясы. Үшінші, диапазоны кең емес та. Сіз де мен де бәріміз отырып, мысалы, өзіңмен арыстың бойында дайнаған гүлде құрбым сен, жаз еді көңізі аса биік емес. Мен Калифорнияны айта алмаймын. Музыкант болсам, мен Әбішевке деймін, қазір андай жерінде қандай еді деп. Сосын айналып келіп, Шәмші сияқтанды кантиленная музыканы орындаймын. Соны енді сіз мынандай сұрақ қойдыңыз ғой, сол секілді Шәмші. Композитор бар ма екен қызық? Шынымды айтсам, композиторлар жағын нақты кесіп айта алмаймын, бірақ негізі менің ойымша бар деп ойлаймын. Бірақ айтып отырмын ғой, Шәмшіде мысалы 20 шықты ма, 20-сы да хит болды ғой, күшті өтіп кетті ғой. Прям хитмен ғой Шәмші Қалдаяқов. Ал қазіргі таңда көбінесе әншілердің шығармашылығын алатын болсақ, композиторлардың шығармашылығын алатын болсақ, 100 әннен мысалы 3-еуі ғана өтуі мүмкін да. Сол 97-сі ана 100 әннің ықпалымен танымал болуы мүмкін да. Андай аз хиттері аз болады. Өйткені шығарған, менің пайымдауымша, бәлкім ол Шәмшінің кезінде Шәмшіден басқа композиторлар аз болған шығар. Аз шығар композиторлар саны. Сол себепті де күшті өтіп кетті ма деген ой болады да. Жалпы аздау да. Мысалы, ары кетсе бір 8 композитор бар. Біз білмейтін тағы 5-6-тан 15 композитор бар. Цифрмен айтқан жақсы көремін. Мысалы, примерно адам елестету үшін да. Ал қазір 100-ден астам, 1000-нан астам композитор бар. Біз білмейтін композиторлар бар ғой. Сол себепті бәлкім бар шығар халықтың арасында. Бірақ Арман Дүйсенов секілді, халықтың жанын жақсы түсіне алатын, мен таң қаламын негізі бар ғой, профессионалдық академиялық білім алып осындай шығармалар шығару. Эстрадалық ән шығару қиындау ғой. Сен андай біліммен келіп, андай бір сәл простой шығармаларды шығару өте күрделі. Арман Дүйсеновтың әндері менің ойымша қазір мен нақты жауап бере алмайтын. Арман Дүйсенов бірақ менің ойыма бірден келді. Орнын басу туралы әңгімесі әйтпесе қазір комментарийда Шәмшінің орнын ешкімнің орнын басамайды. Әйтпесе Роза Рымбаеваның «Любовь на столасын» басқа біреудің орындауында естиді, бәрі айтады, она не смогла, никто не сможет перепеть Роза Рымбаева, Алла Пугачева сияқты әншілер. Никто и не собирается. Просто дело в том, что орын басатын емес, бірақ Шәмші сияқты кеңінен таралатын композиторлар бар деп есептеймін. Жаңа сіз Шәмшінің әнін сөзімен бастадыңыз да, ырғақпен айттыңыз ғой. Мынадай сұрақ туындап тұр. Мысалы, әннің қабылдауында сөзі жоқ әннің, мына классикаларды мысалға келтірсеңіз де болады. Немесе сөзі жоқ әнмен сөзі бар әннің қабылдануында ерекшелік бола ма, айырмашылық бола ма? Негізі күшті сұрақ қойдыңыз, өйткені мен соңғы кезде зерттеп жүріп, адамдар сөзден шаршады ма деген ойға келдім. Сөзбен таргетированы ғой. Сөз не істейді? Воронка. Күшті түседі. Мысалы, сен мұңайып кетіп бара жатып, ағылшын шетел әндерін біз ағылшынша білмегендіктен былай жүрекке салып тыңдап кетуіміз мүмкін. Былайша сенде бәрі жақсы болады, бір нәрсе деген сөз, маған қазір керек еді деп бірден нешін саралап бөліп аламыз. Так, мен қазір жігітіммен айырылысқан жоқпын, маған асте онша болмайды, мен маған рух беретін керек дейміз да. Сөз воронка сияқты болады. Воронка продаж сияқты. Сен бірден біліп тұрасың не туралы екені, бірден көп етіп соның атмосферасына түсіп кетуге өте күшті ықпал. Бірден бір құрал, бірінші негізі бит не емес, сөз ғой. Былайша айтқан кезде биты, фон ондай емес. Сосын мен былай ойға келдім соңғы кезде. Опять қате болуы мүмкін. Өйткені асығыс келген ой, адамдар сөзден шаршады ма деп ойлаймын. Өйткені скриптониттің шығармашылығын алсақ. Скриптонит тыңдап боласыз. Google қайда, мен телефонды сөзін қарайсыз, потому что мен қозғалып айдайын десем түсіне алмаймын, қайттан оқимын. Ана жерде ты на столе танцевал. Все. Қайттан қой, қайттан қарап сөйтіп айтамыз. Сөз түсініксіз болса да, халық шулап келіп қосылып айтып жатады. Значит, олар гуглить етіп көрген, жаттаған, бірнеше рет тыңдаған да. Түсінбей де келіп қалуы мүмкін. Түсінбесе де, көрмесе де келіп тыңдауы мүмкін. Сөз анық емес болу, это тоже своего рода фишка сияқты. Оның алдында бір
скриптониттің шығармашылығы. Алдында бір бағдарлама бар ғой, жаңағы заманауи шығармаларды қояды, сөйтеді да ана үлкен кісімен жастар отырып сөйлеседі деп. Сол кезде скриптониттің бір әнін қойған кезде Алла Борисовна Пугачева былай айтқан тұғын: может быть, в этом есть феноменальность скриптонита. Феномені өйткені сен түсінбейсің сөзін, сен гуглить етіп көресің, ашасың, зерттейсің, сол шығар. Солай арқылы аудиторияны жинайтын шығар. Сен ленивый аудитория жинамайсың да, сен ізденіп қалған аудиторияны жинайсың деп. Түсінбесе де СНГ бойынша скриптонит жарып жатыр қазір. Өйткені мен Юрий Дудьқа мысалы көптеген мен деген интервьюларға келетін рэперлардың интервьюін тыңдағанда бәрі үштікке кіргізеді. Біздің Әділ Жәлеловті үштікке кіргізеді. Представьте, Россияда енді рэп культурасы әлде қайда дамыған болса да, бәрі скриптониттің алдында прям это вот не обсуждает. Даже, по-моему, Баста да өзінің үштігіне кіргізді скриптонитті. А оның сөз түсініксіз, онда да өтіп тұр. Сен гуглить етіп көресің. Бағжан Октябрь, Ратович екеуі. Сөз жоқ қой. Может, біз сөзден шаршаған шығармыз. Біз анау өлең айтқымыз келеді. Көбіміз өлең айтып сахнада боламыз деп армандадық қой. Әнші боламыз деп. Бәріміз негізі күшті танымал әнші боламыз дегенбіз ғой деп. Көп қыздар әсіресе көйлек киіп сөйттік. Сөйтті да бірнәрсе біресе математика пәні мұғалім, информатика біресе біреуміз шаш қиямыз деп. Бәріміз сөйтіп бала арман орындалмай қалды. Енді мен оны неде түсіндім? Бағжан Октябрьдің бір концертінде Анаға сәлем ба, анашым шалқып күлсе, соны ойнап жатыр да, халық өзі айтып жатыр. Сонда саған микрофонды берді, былайша айтқанда. Сөйтсең халықпен бірге айттың да. Сол жағынан мен ойлаймын да, инструментальный музыканың осындай деңгейге өсіп кеткені бәлкім біз сөзден жалыққан шығармыз. Қызық. Мысалы 91 есіме түсіп тұр осы жерде. 91-ның сөздерінде біз іздеп не айтып жатыр деп қарайтын едік қой. Ол да жарды ғой. Ол да жарды. Мен 91-ның сөздерін оқығаннан кейін мен түсіндім, мен қазір комментарийда талап кететін шығар, бірақ мен былай ойлаймын. Негізі мен былай ойлаймын. BTS сияқты өте әлемге танымал топтарды мемлекет, Корей Республикасының мемлекеті қамтамасыз етеді. Бүкіл жағдайын жасайды. Олар Корей мемлекетін әлемге таныстыру үшін, бюджетке ақша әкелу үшін солай істейді. Мемлекет бізде ондай әртістерді етіп қолдамайды ғой. Сол себепті мен былай ойлаймын, комментарийді қазір мені өте қатты хейтқа ұшырайтын білем. Бірақ менің ойымша қазақ эстрадасында қазір 91-ды мемлекет тарапынан толық қолдау біліп, сол 4 жігітке 4 үй, көлік, балаларын садикке толыққанды төлену керек. Өйткені олардың миынан мен ертең не жеймін, не ішемін деген әңгіме болмай, толық шығармашылығымен айналысу керек. Неге? Өйткені олардың мен текстін зерттеген кезде, әр шығармасын зерттеген кезде, бұлардың айтып жатқан идеологиясы өте терең екенін түсіндім. BTS-тен де өтіп кететін топ болатын. Ол үшін мемлекет бүкіл зак па? Ойламау керек та, мен ертең арендамды, квартирамның қалай төлеймін? Жоқ, ол төртеуінде бәрі болу керек жағдай. Мемлекет жасалу керек. Сол кезде бізді әлемдік деңгейге Димаштан бөлек тағы да 91 тобы болады. Түсінікті. 91 оның үстіне бізге кей-поп жанрын алып келді ғой. Сұрақ, бізге қандай жанрлар жетіспейді? Біз тым көп той әндері. Өте көп той әндерін алып тастауға болмайды. Мен өзім той әндерін жақсы көремін. Тойға барғанда соған билеймін. Неғылам, мен бақтың музыкасына билеп. Той әндері болу керек, бірақ тым көп болып кеткен да, сахнаға шығып кетті той әндері. Сахнада да бола берсін, жарайды. Бірақ той сияқты болып кетеді да. Шоу бағдарламаларды көріп отырсаң, бір кезде шапан жауып жатыр, бір кезде тілек айтып жатады, бір қарасаң тура қойсын, ал құдалар енді мына жаққа отырыңыздар деген сөз қалған сияқты. Соншалықты той әндері, түсінесіз бе, шектен тыс көбейіп кеткен. Соны кішкене бір жарайды 70%-ға, олай көп емес, бір 7%-ға дейікші, 7-10%-ға азайту керек сияқты. Сосын бізге қазіргі таңда қандай рок жанры, менің ойымша рок онша қатты дамымаған сияқты. Мне кажется, осы жанрларға опять-таки спрос порождает же предложение, одан бізде де сұраныс болып жатқан жоқ. Я имею в виду, әлемде бар ғой, біз іздесек тауып аламыз. Бір қазақ эстрадасында осы рок жанр, қазақский рок прям сол жақтың өкілдері аздау сияқты. Өйткені тыңдаушы да аз шығар бәлкім. Мен ана кімді ойлаймын, өте күшті топ еді, Үркер. Жаным аңсағаным жалғыз сенсің. Өте күшті бағытты ұстанып келе жатыр. Сол сияқты бүкіл мына шекараны мидағы жойған 91, Садрадин, Калифорния, Райымды айта аламын. Одан кейін қазір Аршат шықты. Молданазар босада, это не обсуждается, это прям классика болып қалайын деп тұр. Осы кісілердің жанрларының дамуына
кедергі келтірмеу керекпіз. Олар болмаса, егер осы мен айтқан тағы да ұмытып қалдым қазір, үйге барып деп айтып отырамын, есіме түспепті, сол әртістер жоқ, бұлар дұрыс емес, сырға тағады бірнәрсе дей берсек, онда біз отырамыз той әндерін ғана тыңдап. Ол өте менің ойымша жақсы дүниеміз тек қана той әндерімен болу. Музартпен ғана отыра береміз ба жігіттер тобымен? Бізге жаңағы біртүрлі жанр, біртүрлі дейді, это не значит плохой жанр, нестандартный жанрларды дамуға кедергі келтірмеуіміз керек деп ойлаймын. Мен Аршатты қосар едім, желтоқсанды қосар едім, иә, өте ерекше. Белучи шығып Белучи бар, иә. Белучидің сөзін кеше вот жаңағы беттеріне маска, ой, вообще прям вишенка на торте болып жатыр ғой, беттерін жауып шығатыны, ерекшелік прям. Жұмбақтық. Иә, вообще күшті болып жатыр. Прям молодцы. Жақсы, осылай осы әндерге қарап, адамның тыңдайтын әніне қарап, талғамына қарап, оның қандай адам екенін түсінуге болады ма? Негізі былайша айтқанда типа болады деген айтқан, мысалы Бахты тыңдасаң интеллектісі өте жоғары, Бетховенді тіпті PhD қорғаған нелер тыңдайды деп, жаңағы профессорлар тыңдайды. Қайрат Нұртасты оқымаған біреу тыңдайды да деп бөледі көбісі. Сөйтіп айтады, мен осындай спорларда өте қатты спорласқам, себебі мен Қайрат Нұртастың бірінші фанаты мен боламын. Адамның талғамына қарап, оның интеллектісінің жоғары немесе төмен екенін айту менің ойымша қате сияқты. Өйткені түрмеде жатқан, кешіріңіз, педофил болған, өте нашар қылмыстық жол мен өтіп 30 жылға сотталып жатқан адам Бахты тыңдап жатуы мүмкін. Бұған не деп айтасыз сонда? Сол сияқты менің ойымша әрине бір форма қалыптасады. Интеллект қана емес, мінез құлықтан да. Мінез, может быть, анандай жағынан шығар, мен ойлаймын да, былай қазақилық, мысалы біз қазақтың қазіргі проблемасы болып тұрған қазақ тілді орта мен орыс тілді орта бар, екеуінің арасындағы пропасть өте қатты болып кетіп жатыр. Сол себепті мен былай ойлаймын да, былай несін определять етсе болады. Қазақ тілді қазақша сөйлей ма, өмірде сөйлемей ма, немесе қызығады ма? Еңліктің шығармашылығының көп менің орыс тілді тіпті достарымның өзі айтып жатыр, еңлік өте күшті әндерді шығарып жатыр. Қазір көрдіңіз, ойыма келген кезде айтып бере алмай тұрмын, өйткені қиынырақ та еңліктің әндері. Я имею в виду ритмический. Сосын получается, менің ойымша көзқарасын, идеологиясын байқаса болады. Сосын осы болып жатқан, мысалы біздің қоғамда болып жатқан тұрмыстық зорлық зомбылық, педофилия, осы тақырыпта өте көп тақырыптар қозғалып жатыр. Осы тақырыптарға ойын білсек болады, мысалы. Бірақ жақсы, жаман, немесе интеллекті жоғары, төмен деген оценканы ВКонтактедегі плейлистіне қарап беру дұрыс емес сияқты деп ойлаймын мен. Түсінікті. Жақсы, соңына тайып қалдық. Сіз қазақ музыкасындағы 10 жақсы немесе 5 теңдессіз музыка сіз үшін соны атайсыз? Классикалық, академиялық болсын, барлық жағынан. Қазақ 5 дегенде, не 10 дегенде сіздің ойыңызға қайсысы келді? 5 дұрыс шығар. 5 дұрыс шығар, барлық жағынан. Так, бірінші кетейік, негізі Ақтанберді жырау, Қорқыт со жақтан басталады. Кетті. Қорқыт пен Ақтанберді жырауларды бірінші неден қойып қойсақ, Қорқытты бірінші, Ақтанберді топ 1-ге. Иә. Ішінде бөлініп кеткен ба. Сосын, Үкілі ыбырай, недооцененный деп ойлаймын, мне кажется, өте әдемі. Енді Абай феноменально, не потому что он гений болды, онда емес. Қазақтың әндеріне, Калифорния, Райым сияқты өте, 91 сияқты жаңашылдық әкелген. Өйткені қазақтың әндері Абайға дейін, Абай басқаша болған. Ол орыстың әндерін көп тыңдады, ол романстар, Әлиәбиевтің романстарын, 19 ғасырдағы романстарын көп тыңдады. Ол дисктарын әкеп, байдың баласы ғой, үйде бәрі болды, патефон деп айтатын бетіне ұмытып қалдым. Соны қойып тыңдап, Әлиәбиевтің романстарын көп тыңдаған. Соны тура қазақ музыкасына алып келді. Өте романсообразная песня. Сіз қазір түсінесіз, Біржан Сал, Ахан Сері, Жаяу Мұсаның әнімен Абайды салыстырып көріңізші. Көрдіңіз, ана үшеуі бір бөлек та, бұл жерде жақсы жаман. Абайдікі феноменальный, потому что ол бір 19 ғасырда сағынғанда сені одан менің ойымша Абай, енді түсінігім, мен музыкант емеспін, Абайда классикаға жақынырақты, жаңа сіз айтқан Біржан Салдардікі ол дәстүрліге жақынырақ. Абай прям шетелмен связаны болды, сондай шетелский вариантты алып келді. Андай прям еще анандай өте орысша сөзін аударсаңыз,
Қандай әнді Көзімнің айттым сағынғанда айттым сәлем қаламқастың сөзін орысшаға аударсаңыз орыстың романсынан ешқандай айырмашылығы болмады, соншалықты жаңашылдық әкелді, и сол сіңді өтті ғой. Өйткені бір жағынан может абай болғандықтан шығар, сөзі өте терең ғой. Басынан бастайық, Қорқыт Үкілі Ыбырай, сосын менің ойымша Дәулеткерей Құрманғазы, азайтуға тырысам қазір, сосын Абай бар. Енді академиялық музыкада Мұхан Төлебаев деп айтар едім. Мұхан Төлебаев, Нұрғиса Тілендиев, Еркеғали Рахмадиев, оңға жетеді екен, оң қыла салайықшы. Еркеғали Рахмадиев, аямай өзі тегін ғой, оң қыла салайық. Еркеғали Рахмадиев, сосын заманауи композиторлардан өте көп, мен қазір мына 20 ғасырға дейін Ахмет Жұбанов, и 10-шы Шәмші Қалдаяқовты қоспасақ, мен былай сіз тіпті заманауидан айтқан жоқсыз ғой? Тіпті заманауидан мен өкінішке орай анандайда композиторлардың білмейді екен, бірақ көбінесе мен білем Садрадин, Калифорния, Райым өзінің әндерін өздері жазады. Это топ. Осындай әртістер бар да, өзінің әнін өзі жазатын әртістер бар да, біздің эстрада өседі. Егер өзінің әнін өзі жазатын әртістер азайса, деңгей де төмендейді. Онда получается 20 ғасырдан былай бестік жасайтын болсақ, онда жаңағы айтқан Аршат, Белучи, сосын Садрадин, Калифорния, Райым, осы бесеуін айтар еді. 20-дан былай қарайды. 21 ғасырдың қазақ музыкасындағы күшті композиторлары осылай. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрақ, кеңес. Мысалы ата-аналарға кеңес бере кетейік. Неше жасында баланы музыкаға апарсын? Негізі 1 жасынан бастап болады. Өте күрделі тақырып, өйткені негізі Ресейдегі методикалардың ішінде өте көп 1 жастан бастап өтеді. Кәдімгі 1 жастан өтірік музыка, мынау Моцарт деп емес, кәдімгідей Надоны үйретеді, 1 жастан бастап баулса болады классикалық музыкаға. Бірақ біздің мұғалімдер жалқау. Кім отырғысы келеді? 1 жасар баламен памперсін ауыстырып ешкім отырғысы келмейді, сосын алмайды. Негізі 3 жастан. Бәрі 5 деп айтады, негізі 3 жастан бастаса болады. Кез келген аспапты үйренуге, бірақ домбыра күрделілеу болуы мүмкін, скрипканы бастаса болады, фортепианоны бастаса болады, домбыраны кішкентайлау етіп тапсырыс беріп бастаса болады. Барлық мұғалімдер 5-тен деп айтатын себебі жалқау. Жастар, үлкендер енді түсінікті 5-те, 50-де 60-тағы мұғалімдер жарайды, олардың давлениесі бар, ол деп отырғысы келмейді кішкентай. Менмен жасты мұғалімдер жалқаулық құртады. Негізі 3 жастағы баладан нәтиже шығарып, кәдімгі классикалық, академиялық немесе өзіміздің ұлт аспаптарды үйретіп бастаса болады. Тағы бір сұрақ. Осындай, менің ортамда көп адам негізі музыкалық мектепте сабақ алған, бірақ болашақта олар ересек кезінде ұқтасап кетеді. Сосын сол кездерді бір сәл онша емес сияқты айтады да, солай сияқты. Неге? Өйткені ол күрделі, кәдімгідей тяжелый вид спорта сияқты. Қызық емес, сабақтар қызық емес. Менің де сабақтарым қызық емес. Бірден айтайын, басында қызық болып басталады. Бәрі бүйтіп жанып келеді. Мен ата-аналарым айтады: "Балалар, сіздің сабақтарыңыз ұнады, болды, біз келмей." Мен 3 айдан кейін уайымдамаңыз. Бірінші көргісі келмейтін адам мен боламын. Мен ұрыспасам да мәселе ұрысуда емес. Менің алғашқы мұғалімім менің шашымнан бүйтіп ұста: "Балнұр, фадан кейін қандай нота?" деді. Ертесіне мен жоқ болдым ғой. Ұрысуда емес. Мұғалім жақсы, тиктокта да отырады, лайк басады, бір-біріне күшті WhatsApp'тан бір нәрселер жібереді. Мұғалім қанша тырысса да, это скучно, это надо признать. Аспапты үйрену, это очень кропотливо и скукотище. Сосын балаға ана керек, ата-ана ғана. Негізі менің оқушыларым, мен всегда айтамын, бәрі ойлайды, мен инстаграмнан көріп, оқушыларым бәрі андай: "Балдар, қалай?" деп келген сияқты, бәрі бүйтіп келеді. Опять за урок. Я не хотела. Еще қазіргі балалар айта береді ғой: "Я вообще не люблю ваши занятия" деп. Спокойно. Абсолютно норма. Мен 19 жасыма дейін болмаймын музыкант деп арпалысып жүрдім. Анамның қаталдығымен бітірдім. Тек қана шабытқа түскен кезде ғана өзім мамандығыма деген сүйіспеншілік артты. Ал былай барысында шын мәнінде көбісі тастап кетеді, өйткені қызығушылық жойылады. Себебі умственной работы очень много. Мұғалім өте талапшыл болады музыканттар. Сол себепті кез келген бала заниматься еткісі келмейді. Это нормально, это всегда так. Менің 20 оқушымнан 19-ы келгісі келмейді. Тек қана бірақ бала өзімен деп жүрген 19-сы келгісі келеді. Исподпалки келетін оқушылар саны өте көп. Мен де сондай оқушылар қатарынан болғам. Бұл жерде уже ата-ананың шешімі. Ары қарай апарам ба, жоқ әлде баланың ығына көнем ба? Ол уже ата-ананың шешімі болады. Түсінікті. Рахмет. Осымен тәмамдайық. Көп рахмет. Өте қызық болды. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.
Бүгінгі біздің қонағымыз музыкатанушы Балнұр Сардарбек. Лүпілдетіп, пікір жазып, достарыңызға жіберіңіздер.